Армысыз, қазақ елі. Бүгін біздің студияда қонақта экономика ғылымдарының докторы, кәсіпкер, энергетика саласындағы жұмыс істеп жүрген адам Жомарт Момынбаев. Жеке, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, Асхат аға, көп рахмет шақырып тұрғаныңызға. Міне біз бірнеше сұхбат бүгін жаздық. Энергетика форумы ертең болады. Соған сіз де қонақ болып келатсыз. Сонда сіздің энергетика қандай қатысыңыз бар? Жалпы бұл энергетика саласына 2007 жылы келгенмін. Ол КОК компаниясы болған. Сосын КОК компаниясынан кейін КОК-тың сондай еншілес ұйымы Энергоинформ атты мекемені басқарғанмын. Сосын Самрук Энерго, Самрук Green Energy мекемесіне басқарғанмын. Қазір жеке кәсіпкермін. Сол күн, жел, су электростанциялармен айналысамыз. Осы салада осы күн электростанцияларды жобалау, құрылыс жұмыстарын жүргізу, өнімді шығару, сосын іске қосылғаннан кейін сол станцияларды күту, таза энергияны өндіру біздің осылай саламыз. Негізі орыс тілде возобновляемый источник энергии дейді, сол зеленый экономика, сол туралы көп нәрсе айтылады. Ал сіз қазақ тілдегі көрермендер біраздары білмейтін шығар, жасыл экономиканың негіздерін айтып берсеңіз. Жалпы ол ең бірінші таза энергияны шығару. Соның ішінде мен жаңа айтылған күн, жел электростанциялармен қатты айналысу керек деп ойлаймын. Өйткені біздің қазақ еліміздің жеріміз байтақ, соның толығымен пайдалануымыз керекпіз. Ол біріншісі. Екіншісі, қазіргі таңда біз айтып жатырмыз, осы атом электростанциялар біздің болашағымыз деп болады. Әрине, бірақ оның алдында біз басқа сол ресурстарымызды толығымен соның пайдасыны көруіміз керекпіз. Оның ең бірінші осы жел, күн, су және газ электростанциялары. Әлбетте. Сосын қандай қадам? Сосын қадамдарымыз осында Қазақстанда өнімді шығару. Күн панельдерді, сол қуатыны жинақтау жүйелерін, трансформатор, инверторларды, сол бәріні жел қанаттарының, жел мұналарының бәріні қазақ елінде шығару деп. Осындай біздің болашағымыз деп ойлаймын. Ол үлкен жоспар, бірақ мен талай адамдармен сөйлесіп отырмын. Олардың бірі айтқан мұны тіпті жылап тұр, жан айқайы. Мына экономикадағы жағдайымыз кәсіпкерлерге жағдай жасалмаған. Мысалы, Қытайдан келетқан жабдықтар немесе жел болсын, күн болсын, панельдер болсын, оларда 0% салық төлемейді, НДС-тен салық төлемейді, тіпті несие алса, олар 3%. Қытайда, көрші Ресейде 3-5%. Ал Қазақстанда ең азы даму бағдарламасы алған өзі 9-11%. Бай, екінші деңгейдегі банктен несие алсан, 21-22-ден басталады, 26, тіпті 56-ға дейін жетеді. Демек, кәсіпкерлер осындай несие алғанда үлкен, ұзақ несие аламай тұр. Сонда оның бәсеке жағынан жағдай нашар. Ол бастамай-ақ жеңіліп тұр. Қытай болсын, басқа шетелдегі компанияларға. Соны қалай дамытайын деп тұрсыз осындай жағдайда? Бұл өте өзекті мәселе. Көп рахмет осындай сұрақты қойып тұрғаныңызға. Әрине, қазіргі жағдайда осындай бәсекелесуге шығуға, мысалы, шетелдіктің өнімдермен, өндірушілермен өте қиын болып жатыр. Ол бірақ біздің заңдарымызды алсақ, сондай жағдайлар отан өндірушілерге жасалған сияқты. Бірақ ол тек қана сол қағазда қалады сондай ұстанымдар, талаптар. Ол қазіргі жағдайда мен қалай қазір ойлап жатырмын. Ол ең бірінші отан өндірушілерді қорғау үшін қаражат жағынан біз баруымыз керекпіз. Тек қана осы қазір Бәйтерек холдингіміз бар. Оның құрамына кіретін даму қорымыз бар. Олар сол нарықтың пайыздарының, нарықтың берген несиелердің пайыздарын азайтады. Сондай субсидияны жасайды. Сондықтан мен ойлап жатырмын, қазіргі осы жел немесе күн электростанцияларының жобаларды қазір іске асырғанда тек қана осындай жеңілдіктерді тек қана осы мекемелерге беру керек, кім отандық өнімді толығымен пайдаланатын. Сондықтан біз осындай бастаманы жасасақ,
Мен ойлап жатырмын, біздің елімізде отан өндірушілер дами бастайды. Біз жасыл жолды оларға ашуымыз керекпіз. Дұрыс айтып отырсыз, отан өнімді қолдау керек деп. Бірақ отан өнім қолдай дегенде былай қарасаң, тіпті әлеуметтік желіде жазып тұрады, жұмыс істейтін адам жоқ. Мықты мамандар шетелге кетіп қалды, тіпті болмаса басқа салаға кетіп қалады. Өйткені Қазақстанда жалақы жағынан, бәсеке жағынан төмендеу болып тұр. Ал өзі мықты маман болса, ол шетелде де өзіне орын табады. Сонымен Қазақстанда керекті мамандар тапшы болып тұр. Ол тапшылығы да бар. Мен жалпы жұмыс барысымен мен студенттермен кездесемін. Бізде сондай материал тану және жасыл технологиялардың сондай факультет Қазақстан Британдық университетінде бар. Мен сол факультетінің ішінде индустриялық комитетінің төрағасымын. Сонда студенттермен кездескенімде мен олармен солай сұхбаттасқанда олар сұрайды менен, Жомарт Байзақұлы, біз неге осыны шығаруымыз керекпіз? Ана жақта Қытайдан оны алып келу тіпті оңай емес пе екен? Мен осындай сұрақтарға бірден ойланамын. Бізге сонда қандай қажеті теңгеміз, біздің ұлттық валютамыз? Қандай қажеті бар? Мына жақта көршіміз, мына рубль бар, мына жақта доллар бар, ана жақта юань бар. Неге біз оны қолданбаймыз? Немесе бізге өзіміздің әскери күштеріміз керек деп. Мына жақта мына ОДКБ-ның мүшеміз, сондай мүшелігіміздің көрсеттік, 2 жыл бұрын, ол қорғады бізді деп сияқты. Бізге тіпті әскери де керек жоқ, мемлекеттік тіл де керек жоқ деп. Мұны бәріміз орыс тілімен мықтымыз деп. Сондықтан осы жолмен біз барсақ, біз тіріліп қаламыз деп ойлаймын. Мысалы осы тіл мәселесі, қазір біз отан өнім, ол тілімен мен ойлап жатырмын, тікелей байланысы бар. Мен сізге 1-2 жағдайын қазір айтып берейін. Осы 3 апта бұрын біз ресми делегациямен Қытай еліне барғанбыз. Үрімші қаласы, Шуардың, сол бас қаласына. Сонда біз ол ресми делегация Қазақстаннан. 50 шақтан адам, сонда астам деп барған. Бірақ ана жақта сол баяндаманы жариялағанда 3 баяндаушы шықты Қазақстан тарапынан. Біреу де қазақша баяндаманы жасаған жоқ. Бір кісі орыс тілімен жасады, 2 кісі Қытай тілімен жасады. Мен сонда намыстанып, біз мына жақта бізді қарсы алып тұрған қазақтар да бар ішінде, ұйғырлар да бар, қытайлар да бар, сол Үрімші қаласындағы. Жақсы олар қабылдап жатыр, жоғары деңгеймен бәрін өткізіп жатыр. Бірақ бізге біздің қандастарымыз келіп, ұят болды ғой. Қазақстаннан келіп, біз дайындалып, мына жақта біздің деңгейіміз көтеретін деп жағдай сәт болып жатыр. Бірақ біреу де қазақша сөйлескен жоқ. Мен соны намыстанып, сондай WhatsApp тобымызға жаздым. Міне, 3 кісі сөйледі, бірақ біреу де қазақша сөйлеген жоқ. Мынау ұят емес пе? Біраз кісілер мені қолдап, әрине ұят болды деп жазды. Бірақ соңында бір кісі осы ұйымдастырушы тобынан осындай жазған екен. Бізге Қытай жағы орыс тілімен баяндауға сондай ұсыныс жіберді. Өйткені оларда аудармашылар жоқ. Сондай ілеспе аударманы жүргізуге. Суарда бар шығар енді. Мен ойладым, ана жақта 1,5 миллион қазақ тұрады. Біздің елімізде қанша Қытайға барып оқыған қазақтар бар. Қандастарымыз да бар. Біз осындай болса екен, неге біз тобымызға 1-2 осындай аудармашыларды алып өзіміз барған жоқпыз? Неге біз ана жаққа барғанда ресми түрде мемлекеттік тіл қолдаған жоқпыз? Мен осындайды айтайын сізге. Мәселе намыста ғой, намыс болмай тұр ғой. Намыс болмаса қазақтар алға жүрмейді. Осындай жағдай, бір келіссөз болып жатыр. Ашық, осындай тікелей эфирде Ресей Федерацияның президенті Путин Владимир мырза сол жүргізіп жатыр. Оған сұрақтар бір неміс тұрып, Алманиядан, біз Германия, Алмания деп дейміз ғой. Алманиядан ағылшын тілімен сұрақ қойып жатыр Путин мырзаға. Сонда Путин мырза сол тілшіні тоқтап айтты: Алманиядан келіп жатырсыз. Неге ағылшын тілімен маған сұрақты қойып жатырсыз? Алмания не бүкіл ағылшын әлемнің түкпіріне кіріп жатыр ма екен деп сияқты. Бұл тәуелсіздік өз тілінен басталады. Сіз маған неміс тілімен рұқсат қойсаңыз,
сұрақты қойсаңыз мен жауап беремін деп. Сонда Путин мырза сұраған жоқ, өйткені Алманияның ішінде көп халық тұрады ғой. Түріктер тұрады, поляктар тұрады, орыстар да бар, басқа ұлттар да бар. Бірақ ол соған қарамастан Алманиядан келсең, неміс тілін жатқа білуің керексің. Неміс тілінде осындай тікелей эфирде сөйлеуің керексің деп. Тәуелсіздік осыдан басталады деп. Сондықтан осы неміс кісі тұрып, тағы да өз сұрағыны неміс тілімен қайтарып жіберді. Сонда Путин мырза жауап берді. Міне, осы тәуелсіздік, мұны енді бір апта бұрын деп айтуға болады. Біздің елімізде біз тәуелсіздік күні былай тойлап жүрміз. Бірақ шынымен осы тәуелсіздік тілмен ғана емес, өнім, әскери, өзіміз валютамен, бәрімен сондай күшті ел боламыз деп тәуелсіздік. Ой. Бірақ мен міне қазір сізбен қазақ тілімен сөйлесіп жатырмын. Мен жалпы Қызылорда облысының тумасы болып, бірақ өмір бойы Алматыда тұрдым. Алматының балабақшасын бітіріп, мектебін орыс тілде. Орыс тілінде. Екі институтты бітірдім орыс тілінде. Менің тілімде біраз қателіктер шығуы мүмкін. Акценті болуы мүмкін, анау сөзді таппай қалуы мүмкін. Бірақ мен ойлап жатырмын, мен бәрібір шығып, сізбен қазақша сұхбатты өткіземін деп, өйткені мұны сынайтын кісілер көп болады. Олар айтады, мұны осындай қателікті жіберіп жатыр деп, неге дайындалығы қайда оның деп сияқты. Бірақ мен басқа жағынан осыны мәселені қазір айтуым келіп тұр. Өйткені мысалы ағылшын әлемін алсақ, бәрі елдер ағылшын тілімен сөйлейді. Ана жақта бриттар отырса, бір брит отырса, 99 басқа ел ұлт отырады. Олардың акценті бар, олардың қателігі бар, олардың грамматикасы нашар, олардың сөйлеген сөздері мүлдем түсінбеушілікті шығуы мүмкін. Бірақ брит оларға айтпайды. Сендер неге дұрыс ағылшын тілімен сөйлемейсіңдер, ұят болды деп, неге дұрыс жазбайсыңдар деп. Бриттер қайда қолдайды оларды. Дұрыс сөйлеп жатырсың, мұны қателігің, 100 қателігің болса, мұны 100 сөйлемнің ішінде. Бірақ ертең сен дамыйсың, ертең осыны бәрін, болашағың зор болады деп. Сонда мұны неге ел, әлемдегі елдер бәрі ағылшын тілімен сөйлейді. Өйткені ағылшын тілімен сөйлегенде қателік болса да, ол ештеңе емес. Үйренуге болады, ол бірақ қазақ елімізде, өзіміз елімізде. Мұны жастар қазақ тілімен сөйлесуге ұялады. Қателік жіберіп қоямын деп. Олар күледі ертең. Мен әдейі сізбен қазақ тілімен сөйлесіп жатырмын. Қателігім болса да, мұны жазсын тыңдармандарыңыз, көрермендеріңіз. Айтсын. Бірақ мен ойлап жатырмын, біз енді басқаша философияны өзгертуіміз керекпіз. Біз енді өз тілімізді пайдалануымыз керекпіз. Басқа ұлттар сөйлесе бастаса, біз оларға дұрыс қолдап оларды. Мұны мықтысың, мықты боласың деп, осы елде мұны сен өркениетің зор болады деп сияқты сондай қолдауымыз керекпіз деп. Мысалы, біз бүгін Астанада осындай сұхбатты жазып жатырмыз. Мен Air Астана мекемесімен келдім осында. Ұшағымен. Сол ұшағында осындай таратылады екен. Журналдар мен газеттер. Мұны Алматы ақшамы. Ол қазақ тілінде. Мұны The Economist, ағылшын тілінде. Мына жақта Forbes, орыс тілінде. Мына жақта енді қарасаңыз, қайсы ең көзге сондай, ең қолы тартылады, осыны алып оқиын деп, мұны орыс тілімен, мұны ағылшын тілін. Бірақ мынаны мен оқып шықтым, мына жақта біз айтып жатырмыз, мұны Алматы еліміздің басты экономикалық драйвері. Осы газеті 36 жыл болды шығарғаннан күні, 1988 жылдан бастап басылымда. Бірақ олар мына жақта мың жасаған шаһардың шамшырағы деп жазылып тұр. Бірақ осындай түремен біз газет, журналды шығарсақ, әрине біз қазақ тілімізді дамуға бізге оның абыройын көтеруге, оның беделін көтеруге қиын болады. Сондықтан мұны сіз арқылы мен айтып жатырмын, біз жан жақта, бұл тек қана ақпарат баспасөз емес, бұл еліміздің көрсеткіші. Біз осыны қабылдауымыз керекпіз, біз осыны бағалауымыз керекпіз, біз үгіт насихат құралы деп.
соны бәріні жақсартуымыз керекпіз деп ойлаймын. Сізбен толық келісемін. Тіпті мен де өзім орыс мектепте оқығам, бүкіл жоғары университеттер бәрін орыс тілде бітіргем. Бірақ енді қазақ болғаннан кейін ана тілімізде сөйлеу керекпіз ғой. Мен осы YouTube каналымда екі тілде сұхбаттар шығады. Өкінішке орай көптеген қазақтар мен келіп жүрген қонақтар сұхбат беруге орысша береді. Мен оларға бетін айтып кемітпеймін. Ей, қазақ болып неге сен орысша сөйлейсің деп. Өйткені кейбіреулер жасы үлкен адамдар, өмір бақи орысша үйренген, орысша сөйлеген, орыс тілі мәдениеті сіңіп кеткен, тіпті олар орысша ойлайды. Сол үшін бір жағынан орыс тілі ол әлемдегі 6 әлемдік тілден біріне кіреді ғой. Біріккен ұлттар ұйымының тілі. Мысалы мен орыс мектепте оқығаннан кейін Толстой, Пушкин, Чехов деген, Бродский болсын, Цветаева болсын, оның бәрін оқыдық, көрдік, рахаттандық, ләззатпен оқыдық. Орыс тілге мен рахметімді ғана айта аламын. Бірақ ана тіл бірінші орында болу керек. Сол үшін мен де мүмкін сөйлегенде кейбір қате жіберетін шығармын. Бірақ ойлаймын, көрермендер түсінікпен қарайды шығар деп, өйткені сен дұрыс айтып отырсың, әрбір адам ұмтылса, өз ана тілінде оқимын десе, ол өте үлкен нәрсе. Қазақ айтады ғой, қоянды қамыс өлтіреді, жігітті намыс өлтіреді деп. Сонда бағана мен айтып отырған ол мәселе намыс болып тұр ғой. Намысы бар адам өз ана тілін сөйлейді. Намысы бар адам өз өндіруші өз өнімді шығаратын адамдарға көмектеседі. Ол министр болсын, үкімет болсын, әкімдер осыны қолдайды. Неше түрлі парамен, анау-мынаумен қыспайды, салықпен қыспайды, тұншықтырмайды. Өйткені намысы бар, түсінеді. Өйткені олар бәрі білімді бар. Оксфордта оқыған, Гарвардта оқыған қазір министр көп. Шетелін біледі. Сингапур дейді, Тайвань дейді, Қытай, Жапон. Сонда тіпті біріккен Араб Эмираттар. Сонда оның салықты қарасайшы, 0, кейде 3-4 ғана салық. Сонда соның арқасында олардың экономикасы өркендеп кетті. Соны біле тұра, біздің үкімет соны неге қайталамайды? Ештеңені Америка ашуға қажет емес. Дайын рецепт бар, сол дайын рецептті алды, Қазақстанға кіргіз. Сонда жауап қайтадан. Намыстары жоқ, шетелдерге сатылған компрадор буржуазиясы болған. Оның өзінің жеке басымен, қу басымен пайдасын көріп отыр, бірақ халықты, мемлекетті сатып отырған адамдар деп ойлаймын мен. Енді отырған биліктегі адам ренжімесін, ащы шындық ол сондай болып тұрады. Кейде ұнайды, кейде ұнамайды. Сөздікі дұрыс, жеке қолдаймын. Бірақ енді энергетика қайтсақ. Қараңыз, тілде қайтадан айтады. Энергетика саласында, мен өзім энергетика саласында журнал шығарғам, сонда байқағаным көбінесе басқа ұлт адамдар болған. Енді егемендік алғаннан кейін біраз адамдар кетіп қалды. Біреу Германияға, біреу Ресейге, біреу Израиль кетіп қалды. Тіпті Америка кетіп қалды дейді. Енді энергетикада өзіміздің қара көз балалар жүр. Бірақ 1-2 жыл болды, неше түрлі апаттар болып жатыр. ТЭЦтер жарылады. Су өткізетін жүйелер жарылып жатыр. Сонда кейбір адамдар айтады да, орекелер кетіп қалып, өзіміздің қазақтар дұрыс қаралмай отыр деп. Ол рас па? Әлде басқа себептер бар ма оған? Сонда біздің қалған мамандардың милары жетпей тұр ма, тәжірибесі жетпей тұр ма? Сұраңыз, неге техника мамандарында қазақтар аз? Сот прокурор болсын, таможенник болсын, олар бірінші орында. Милиция бәрі қазақ. Ал инженер, техниканы, физика, басқа жағынан қарағанда неге аздау біздің адамдар? Осы да намысқа тиетін мәселе болып тұр ғой. Осындай да бар деп ойлаймын. Бірақ қазір сіз сұрап жатырсыз, неге осындай жағдайда қазір отырмыз. Ана жақта жарылыс болып жатыр, мына жақта апат болып жатыр деп. Әрине, ол үлкен мәселе. Ол бірінші. Ол қазақ тілі деп, ол ұлт деп сияқты, соны мен қазір ойлаймын, ол түбінде ол емес, бірақ жалпы экономикалық жағынан. Өйткені біз қазір баршамыз қазақша сөйлеп кетсек, біз көп мәселелерді тура сол қалыппен қалдырамыз.
иә, ол бірден өркену деген сияқты қазақ тілінің арқасында сондай жолдары болмайды деп ойлаймын. иә, өйткені қазір анау жемқорлық деңгейін қазір салыстырсақ, ана оңтүстікте немесе солтүстікте қандай көп деп батыспен шығыспен сол салыстырғанда. Сондықтан, бірақ мен қазір осы тіл мәселесін неге жүргізіп жатырмын, өйткені оны біз мемлекеттік деңгейде, біз мемлекеттік сондай қасиеттерін қолдауымыз керекпіз деп, осымен бастау. Сонда біз мемлекеттік тілімізді қорға бастасақ, оны жиі сөйлесіп жүрсек, сонда біз ұлттық өнімдерін, оны да қолда бастаймыз. Қазіргі мысалы, мен ауыл шаруашылығы сондай бір отырысы болды. Олар айтып жатыр, мына шекарасы, мына жақта солтүстікте сол Ресей, тура мына 10 шақырым, мына жақта қазақ жері. Ол Қостанай облысының бір жері. Ресей облысында, сонда олар 2 есе центнер гектардан сол өнімді алады. Бидай алады. Бізде 2 есе аздау. Ана жақта география, температура, ылғалдылығы, жердің сапасы бірдей. Бірақ неге сондай болып жатыр деп. Оның, мен ойлап жатырмын, оны зерттеп шықсақ, неге мына жақта Беларустың сондай тағамдары өте көп деп сияқты, анау сүт, кілегей, қаймақ деп сияқты. Өйткені олардың жердің сапасы бізден салыстырғанда, сол 2-3 есе сондай артық болып жатыр. 2-3 артық сол көлемінің олар жинайды осы бір жердің 1 гектар аумағынан. Сондықтан олардың технологиялар сондай кішкене бізге қарағанда дамыған деп айтуға болады. Технологиялар ол машиналар, оны ауыстыру, оны жерге соның бәріне беру, анау удобрениямен, анау пестицид деп сияқты, соның бәріне, өсімдіктердің бәріне күту деп сияқты. Сол технологиялар оларда қалды. Біздікілер осы технологиялар, мына айтып жатыр, үкіметтен қаражат бөлінеді. Сөзсіз артығымен бөлінеді деп ойлап жатырмын. Бірақ біздікі осы, неге біздің анау біз айтып жатырмыз, бюджеттің тапшылығы осындай 30%-ға енді, көбейіп бара жатыр. Өйткені осындай бәрі грант, басқа анау балық болмаған жерге сол балыққа субсидия беріп, ана жақта көл жоқ, балық жоқ, бірақ субсидияның бәрін жіберіп жатырмыз, оны аямай, қарамай, тексермей деп сияқты. Сосын өзіміз сондай статистика жазамыз, осындай тонна балықты, осындай тонна ауыл шаруашылық өнімді сондай шығарып жатырмыз, ол жоқ деп. Ол жалпы психология, ол жалпы Қазақстанның психология деп ойлаймын. Анау қазақтың психологиясы, біздің құндылықтар сондай өтірік айтуға, немне жалқаулыққа жақын ба? Менің оны келіспейді. Жоқ, ол жалпы ол ұлтқа қарамас, ол жалпы қоғамның осындай жағдайда болып жатыр деп. Осын ойымды жеткізуім келіп тұр. Өйткені қазір мысалы мен қазір осы ұлттық басқарушы холдингі Бәйтерек, сонда құрылған қоғамдық кеңесінің мүшесімін. Біз 2 отырысты өткіздік осы бір айдың ішінде. Мен қарап жатырмын. Қай тілде өтті отырыстар? Ол жартылай қазақша, жартылай орысша, бірақ көбісі орысша деп айтуға болады. Бірақ біз төрағамызды былай таңдағанда, дауыс бергенімізде біз айттық, осы төрағаның бір сондай, ол қазақ тілде оңай сөйлеу, сондай қазақ тілін оңай білетін сондай кісі болу керек. Ертең қоғамның алдында ол жариялайды, біз жоспарымызды, нәтижелерімізді, сонда ол қазақ тілінде сондай еркін шығып сөйлеу керек деп. Ол бір. Екіншісі, бізде орыстар да бар, қазақтар да бар. Мен қарап жатырмын, осы технологиялар, дауыс беру, бір сұрақты жеткізбеу деп сияқты, олардың қазақтар мен орыстар жүгіріп, осындай қоңыр технологияларды, мұны қоғамдық кеңес, оның ішінде сондай, оны қолдау, бірден еркін олардың қолынан шығып жатыр. Ол ұлтқа мүлдем ешқандай жоқ. Орыстар да сондай жеңіл деп, осыны байқаған жоқпыз, осыны деп жасадық деп. Мен сондай жекі ой пікірімді бірнеше рет айтып жатырмын. Жоқ, болмайды. Мен осыған келіспеймін. Мен осыған осындай ұстанымды қалдырамын деп сияқты.
мен байқағаным, иә мұны бізде қазір біз жетеу ақпыз, осы қоғамның өкілдеріміз, 3 кісі ол холдингтен өкілдері. Оның ішінде оның пікір таласу, ойыңды қорғау, оны аяға дейін жеткізу, ол өзінің бір мықты технологиялар. Оны қорғауың керексің. Оның бәрін технологияларды қалай сен, оны сосын бәрі құжаттарды толығымен оқып шығуың керексің. Өйткені олар әдейі ана жаққа сол кіргізе береді. Болмағанның, келіспегеннің. Бірақ ана жақта ешкімнің ешқандай мүддесі жоқ. Бірақ ондай болып жатыр. Мен қазір ойлап жатырмын, осындай болғанда, мына министрлігінде, олар қаражатпен қатты жұмыс істейді, заңмен қатты жұмыс істейді. Мына парламент, ол сенат болсын, ол мәжіліс болсын. Ана жақта сұрақ жүргізгенде, сен өзің мықты батыр болмасаң, сенің даусың жеп жеңіл, оны алдаппа, басқалай, оның бәрін жеткізбеу де мүмкін. Мінез көрсету керек. Мінезін көрсетуің керексің. Өзің сондай батыр кісі болуың керексің. Бір нәрсені, бір сұрағын аяғына дейін жеткізу үшін. Сондықтан бізде, мен ойлап жатырмын, тек қана осы бизнесте ғана емес, бірақ билігінде, осындай қоғамдық кеңесінде, мәжілісте, маслихаттарда, осындай батырлар болмаса, осындай ұлттық мүдделерді қорғамаса, ол өзінің ағынымен өзі өтіп кетеді. Оның қазақ, басқа ұлт, ол ешқандай қарым-қатынасы жоқ. Қандай тілімен болса да. Ол тіл мәселесі емес, ол тек қана осы құндылықтарында сақтайтын, аяғын. Өткенде мен ана жақта ақ қарға сияқты болып отырамын ба деп, ол маған да онша қызық емес деп сияқты. Ана жақта жұмысты жүргізуім керекпін деп сияқты. Сондай мен енді осы Үрімшіге барғанда намыстандым. Оның алдында 2 жыл бұрын Қытайға барғанымда, олар қалай күн панельдерді жасайтын зауыттарын салып жатыр. 10 гигаватт бір мекеме жарты жылдың ішінде 10 гигаваттық зауытын салып жатыр. Сондай мекемелер 10-нан астам Қытайда. Олар қандай қарқынымен өндірісті дамып бара жатыр. Соны намыстанып, біз әріптестермен бірге сол Қазақстанға оралып, мен айттым, ал енді біз осыны шығаруымыз керекпіз. Әрине технологиялар, шикізат бәрі Қытайдан алып келсек те, бірақ біз үйренуіміз керекпіз. Өзіміз, жас студенттерді үйретуіміз керекпіз. Колледждің болсын, университеттің болсын, бірақ олар білу керек, олар ойлану керек, олар не үшін оқып жатыр. Ертең қай мекемеге барады? Ертең олардың шығарылған өнім бәсекелесуге дайын бола ма екен? Қандай жағдайлар біз оны жасауымыз керекпіз? Сондықтан ол батырлығы жан-жақтан әр мекемеде сондай болу керек, сонда экономикамыз дамиды. Жергілікті өнім болу керек, оны қолдау керек деп тұрсыз. Енді мемлекетті бір жағынан талап еткен СТКЗ деген сертификат болған, тағы да басқа. Бірақ байқасаңыз, кейбір учим алу туралы басқа сөз болды. Көліктерді шығаратын зауыттар туралы айтып жүр ғой кейбір блогерлар, тек отверткамен жинайды деп болды. Бүкіл шетелдегі көлікті алып келеді, осы жерде отверткамен жинайды салады деп. Сонда сұрақ, энергетика саласында, энергетиканың қасындағы ұйымдарды, бөлшектерді дайындап жатқан кәсіпкерлерде, оларда ондай қулық жоқ па? Қытайдан алып келеді, мысалы Қытайдан дейік, шетелден алып келеді, сосын келіп Қазақстанда бүйтіп айтады, Қазақстанда жасалған деп айтады, бірақ 99% шетелде жасалған, шашылып, осына келеді, жинай салады. Ондай қулық жоқ па? Нағыз өнім бе, әлде өтірік өнім бе? Осындай қулық өнеркәсібімізді қатты әлсірейді. Әлсіретеді. Өйткені мысалы мына жақта бір таза кәсіпкер болады. Мына жақта осындай жасанды кәсіпкер болады. Әрине олардың арасында бәсекелесуге, осының бәрі, өйткені Қытайдан басқа жерден әкеліп, ана жақта тек қана таңбаны Қазақстанда жасалған деп жабыстыруға оп-оңай.
бірақ бұл бәрін жемісін бәрін ол алады жеңілдіктермен заңды қолдаумен деп сияқты. Әрине осындай жасанды өндірушілер ол өте үлкен қате, ол үлкен зиян жалпы экономикамызға және мына өндіріске саламызға. Сондай бар. Мен өткен аптада бір қатысқан бір форумға, ана жақта сол ұлттық сондай өндірушілер айтып жатыр. Мысалы мына Сайман мекемесі, ол сондай счетчиктерді шығаратын мекемесі, олар айтып жатыр. Қытайдан әкеледі, басқа мекемелер Сайман осындай счетчикті Сайманның таңбасымен Қытайдан алып келеді басқа мекемелер. Басқа сондай энергетикалық мекемелерге оны сатып жібереді. Ертең бір нәрсе болғанда осы аспабымен олар Сайманға звондамай ма? Сайман келіп, оның өкілдері айтады, бұл біздікі емес. Сондықтан осындай жасанды контрафакт деп айтамыз. Ол бар, өкінішке орай. Оны өткізеді. Оны бұл жалпы сондай өте күрделі жүйе болу керек, осының бәрін тоқтату. Ішкі нарығымызды қолдау. Әрине ана жақта кедендік, салық, комитеттері, толығымен осыны тоқтатуға батырлығы керек. Бәрі жемқорлық қой. Жемқорлық болмаса, олар принципиалды түрде өткізбейтін еді шекарадан. Кеден жұмыс істейді адамдар. Енді жемқорлық болғаннан кейін Харгос болсын, басқа шекарадан болсын бәрі өтіп жатыр. Мөрін қояды, болды. Өзінің алатынын алады, ақшасын. Ал сөйтіп бүкіл Қазақстандағы жеңіл өнеркәсіп болсын, ауыр өнеркәсіп болсын, тіпті басқа заттар болсын, оның бәріне үлкен бір зиян жасап жатыр. Әрине сондай бар. Енді оны қалай одан қорғауымыз керекпіз. Оны қалай іздеп табуымыз керекпіз. Мына ұлттық кәсіпкерлік палатасы осымен тікелей айналысып жатыр. Осы жасанды сертификаттандыру тоқтауымыз керекпіз деп. Ана жақта кім шығарады, ана жақта камераларды орнатып, ана жақта шынымен жалақысын алып жатыр ма екен, шикізат кіріп жатыр ма екен, өнім шығарылып жатыр ма екен деп сияқты соны байқауымыз керекпіз. Мысалы, қазір мен ойлап жатырмын, Қазақстанға өте қатты қысылым деп бастайды, өйткені мына Америкада жаңа президент сайланды, келесі айда ол сол экономикалық саясатын басқа деңгеймен жүргізеді. ақш-тың нарығы Қытай сондай өндіріске жабық болуға мүмкін деп айтуға болады. Сонда бәрі ана жақта сатылмаған өнім қайда барады? Әрине Қазақстан сияқты елдеріне келеді. Қандай түрімен, қандай Қазақстанда жасалған деп сияқты. Сондай біз қазір алдын ала сондай тиесілі сондай жұмыстарын жүргізуіміз керекпіз. Осындай біздің елімізге Қазақстанда шығарылған деп сияқты сондай таңбасымен жеткізбеу үшін. Қараңыз, мен бір-екі ай бұрын Қарағандыда сұхбат алған Нұрхан Жұмабеков деген, ол Абай қаласындағы швейный фабрика. Естігенмін. Сонда ол айтып отырды, мысалы қорғаныс министрлігінде тендер болады ғой, әскери адамдар киім бәрін жасағанда, сонда бір компания тендерді ұтып алады екен де, бірақ оны қараса, ешқандай, сонда 250 мың осындай киім, 250 мың простыня, төсек жабдықтары басқа. Оны жасауға дейді, біз білеміз, қанша адам керек, қанша уақыт керек дейді. Олар желтоқсан айында алады да 5 күнде оны бәрі асып береді дейді. Оны жасайтын, егер тексеруге болады дейді, барсан ешқандай заводтар түгі жоқ дейді. Демек, өтірік Қазақстанда жасалды деп, бірақ шетелден Қырғызстан болсын, Өзбекстан болсын, немесе Қытай болсын, шетелден алып келген төсек жабдықтарын, басқа киімдерін алады да, сол жерде тапсырма береді де, жасайды да, тезгеле алып келеді. Сонда биліктегі адамдар, министрліктегі адамдар соны біліп отырады ғой. Білмесе, демек олар милары аздау, компетентность жоқ. Біліп отырса, көзін жұмып отыр, ол қылмыс. Солай болып тұр ғой. Қай жақтан қарасан да ол бәрі қылмыс.
иә енді осы нәтиже қандай, міне осы бәрі келді Қазақстанға. Иә енді осыны табу керек қой. Иә шынымен ол Қазақстанда жасалмаған, иә ол сырттан келген деп сияқты. Толығымен 100% иә аударған ақшаны иә бірден мемлекетке оны аударуымыз, осы ақшаны алған мекеме соны аудару керек. Иә сондай заңдарды біз шығаруымыз керек, біз осыны тоқтату үшін. Осындай қатал иә шаралар болмаса, иә анау кодексте иә сондай иә ештеңе болмайды. Сондықтан мен ойлап жатырмын, иә осының бәрін иә тексеруге оп-оңай. Ана жақта кім бар, қаншама кісі жұмыс істеп жатыр деп, олар қанша жіп алды оның алдында, оның бәрін тігу керек қой деп сияқты сондай. Иә олар Шымкенттен қай жақтан соның бәрін мақтан алып жатыр деп сияқты. Иә бірақ оны істейтіндер, иә онымен ойлайтындар өте аз. Бірақ мен ойлап жатырмын, осындай экономикалық қауіпсіздік органдарын осының жұмысын сондай приоритетке қойып сонымен айналысу керек. Дұрыс айтасыз, ол негізі ұлттық қауіпсіздіктің бір түрі ғой. Иә әрине. Енді қараңыз, біз энергетика саласына қайтсақ, мына отандық өнім өндірушілер бар ма? Нақты сіз өзіңіз білетін. Иә әрине бар. Мына жақта мен жағына алдында мен сізге көрсеткенмін ғой, осы Forbes атты журналды. Мына жақта 69-шы бетте мына жақта 75 ең дамыған жеке мекемелердің тізімі мына жақта басылған. 75-дің ішінде машина жасау тек қана 3 мекеме. Қалған бәрі мұнай мен газ, құрылыс, кен қазбаушылар, басқа ауыл шаруашылығы да бар. Машина жасау 3 мекемесі. Біреу Агромаш холдинг, біреу Аллагиум, біреу Зиксто. Соның ішінде Аллагиум сол трансформаторларды басқа сондай қондырғыларды шығаратын мекеме. Мен өте мақтанамын, олар осы тізімде, бірақ неге мынау тізім отан өндірушілердің 50% алмайды машина жасау мекемелері? Неге тек қана 3 мекеме, бір мекеме ана жақта сол ауыл шаруашылыққа арналған. Екіншісі мұнайшылармен көбісі істейді, басқалармен ана жақта көпірлерге, басқа осы қондырғыларын шығарады. Бірақ тек қана бір ғана мекеме бар, Аллагиум, басқа ешкім жоқ. Өкінішке орай. Сондықтан сіз маған осындай сұрақты қойып жатырсыз, бар ма екен? Иә бар, бірақ өте аз. Қаншама күш керек, қаншама батырлығы керек, осының бәрін орнату, осының бәрін сақтау, осының бәрін даму. Жоқ, енді мына батыс елдеріне қарасаңыз, орта тап дейді ғой, онда средний класс. Соны құру үшін мемлекет өз жағынан, өз тарапынан бір жағдай жасау керек қой. Тағы да айтамын, менің ойымша, ол салық саясаты, салық төмен болу керек. Екіншіден, мына несие беретін екінші деңгейдегі банктер, ол арзан несие беру керек. Бірақ ол үшін ұлттық банктың ключевая ставка деді ғой. Жақында 14-25 банк, ал 2 көрсетті ме, 16-ға дейін жетті ме, 15 пе? Көтерілді. Демек, несиенің ұлттық банкіде ол көтерілсе, ертең екінші деңгейдегі банкілерде несие көбейеді. Демек, сол несие алған адамдар тек саудамен айналысады. Ал өндіруші кәсіпкерлер, заводтар осындай несиені көтере алмайды. Өйткені оның мерзімі ұзақ. Өндіру керек, сату керек, оны қайтару керек. Солай болып тұр ғой. Демек, осындай саясатпен біздің өндірушілер ешқашан да көтерілмейді. Мәселе осында болып тұр. Иә, бұл дұрыс айтып жатырсыз. Бұл өте үлкен мәселе болып жатыр. Бірақ қазір менің қандай ойым бар? Осы бәйтерек арқылы, олар сол арзан пайыздармен несиелерді беретін сондай, қолдарында сондай күші бар, мүмкіншілігі бар. Енді осы ақшаның көлемі ол шектеленген ғой. Ол көп емес. Тек қана осы ақшаның көлемін тек қана отан өндірушілерге біз бағыттандыруымыз керекпіз. Үлкен ірі жобалар, олар үлкен ірі.
олар мысалы даму банкінің сол қаражатын алу керек пе екен, алса тек қана бір бөлігін алсын, толығымен емес. Ана жақта сол қаражат қалдыруымыз керекпіз орта бизнесмендерге, кіші сондай өнеркәсіпкерлерге. Өйткені біз оларға сондай көмек беруіміз керекпіз. Үлкен ірі мекемелер, анау Еуразиялық даму банкі бар, Еуропалық даму банкі бар, Азиялық даму банкілер бар, көп сондай. Мына қор биржасына барып, осы бәрін ақшаны тартуға болады. Бірақ осы қаражатқа тек қана осындай өніммен, өндірумен сондай мекемелерге біз қалдыруымыз керекпіз, оны жеткізуіміз керекпіз. Әрине олар сол ақшаны алғанда ол ешқашан грант болмау керек. Өйткені грантпен біз бүлдіріп жатырмыз. Тәртібіні сондайды бұзып жатырмыз. Жауапкершілік жоқ. Жауапкершілігіні сондай азайтып бара жатырмыз. Сонымен осы қаражаттарын жіберуіміз керекпіз. Бірақ сол жобаларға өндіруге немесе тұтынушыларға отанның өнімдерді тұтынатын жобаларға, тек қана сол жобаларға бір сондай арзандырылған сондай несиені беруіміз керекпіз. Жақсы. Біраз уақыт сөйлесіп отырмыз. Тіпті бірақ әңгімелесетін әлі тақырып көп. Сіз ертең форумда қандай тақырып көтересіз? Ертең жалпы қоғамдық кеңестің рөлі, оны қалай осы экономикамыз дамуға, осы отан өндірушілерді қолдауға қандай жолдары бар деп сондай тақырыбымен шығайын деп тұрмын. Қоғамдық кеңестер еркіндігі бар ма? Мысалы, мен Алматы қаласының қоғамдық кеңесі 16 жыл, 17 жыл бірінші шақырылымда болғам. Бірақ 2 жылдан кейін мені қуып жіберді. Өйткені Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбекпен қатты қақтығысқа қайта шыға бердік. Әкімшіліктегі адамдарға сөзім ұнамады. Біраз олардың жалған ақпараттарын өтірігін айтып жүрдім мен. Сол үшін олар айтып, төрағаға рахмет асқатты ал деп. Олар байқұстар басын төмен отырып, бүйтіп қолын көтеріп, мені қоғамдық кеңестен шығарды. Содан бері байқағаным Алматы қаласы деп сізді бәйтеректі айтпай қойын. Алматы қаласы қарасақ, жалпы сонда түскен адамдар құрамы, адамдары уже басқалай болып тұр. Оны сөз сөйлейтін адамдар жібермей, тыныш-кіне, сыпайы, көнетін, ойын ережесін бұзбайтын адамдар алып отыр. Демек, ең бірінші ой қоғамдық кеңес арқылы халықтың бақылауы болсын деген ол ой жойылып бара жатыр. Сізде бәйтеректе, бәйтерек холдинг қоғамдық кеңесі қандай? Еркіндік бар ма? Әлде ләббай тақсыр, сен тимесе мен тиме? Бұл жаңа біз, бұны 2 отырыста ғана біз өткіздік. Бұлай мен байқаймын, басқалар да байқайды, мүшелер. Біздің алдымызда осындай қарқынды, сондай белсенді түрімен жұмыс жүргізілген жоқ. Рөлі төмен болған. Енді біз осы жағдайны өзгертуіміз керекпіз деп ойым сондай. Сіз жағынан мына Алматы қаласындағы қоғамдық кеңесі жайлы айтып жатырсыз. Әрине, бұл маслихатпен бірге қоғамдық кеңесі, бұл бәрі құралдар қоғамымызды ояту үшін, оның белсенділігін көтеру үшін, жауапкершілігін болашағының түсіну үшін, ертең жауап беру тек қана сұрамау, биліктен, үкіметтен деп сияқты сондай, бірақ оны талпыну, нәтижесін көрсету, өйткені қазір осындай ұшпырыш бар бізде, мына қоғам, билік, бизнес деп айтамыз. Ең мықты әрине мына жақта бізде билік болып жатыр, мемлекет. Бірақ мен ойлап жатырмын, мына жақта қалған екеуінің рөлі өсуі керек. Бизнестің, сондай көрсеткіші ол ұлттық кәсіпкерлік палатасы қалай ол жұмыс істейді. Оны қалай министрліктері, жергілікті осы әкімшіліктер қалай қабылдайды деп. Және қоғам жағынан
осындай болса, ертең шықса, иә, әрине, иә, әркімнің өзінің мұны шығуға болады. Иә, осы ақпаратқа сияқты мына сіздің мына арнаңызға шығып айтып, осындай күрделіліктер бар деп сияқты сондай. Мен ойлап жатырмын, қазіргі ең соңғы бізді қорғайтын, осындай қоғамдық кеңестер қалып жатыр. Бірақ оларды да біз тәрбиелеуіміз керекпіз. Өйткені мен жаңа айттым, ана жақта қалай дауыс беру керек, қалай өзін тақырыбына қорғауың керексің, қандай аяғына дейін қандай жолмен апаруың керексің деп сияқты. Сол мінез керек деп. Мінез керек, батырлығы керек деп, сондай мен шақырамын, осындай мінезді, батырлығы бар, сондай кәсіпкерлер бар болса деп сияқты мұны біздің қоғам кеңесіне жазсын, келсін, қандай күрделі сондай мәселелер, өзекті мәселелер бар деп, оны бірге қарастырайық, бірге сол шешімді табайық деп, мына сіздің көрермендерге осындай мен ұранды жіберіп жатырмын. Бірігейік, қарқынды сондай түрімен жұмысты жүргізейік. Әке, рахмет. Осындай әңгіме жақсы болды деп ойлаймын. Көрермендерге ұнайды, маған өте ұнап отыр. Сіздің біраз көтерген мәселелеріңіз тілден бастап, басқа құндылықтардан бастап, көп мәселе, ол бәрі өзекті, халыққа керек. Біздің YouTube арнамыз ол ағарту жұмыспен айналысады. Сіз тура соған сәйкес келіп тұрсыз, сіз де ағарту жұмыспен айналысып отырсыз, және нағыз патриотсыз. Мен сізді өте сыйлап отырмын осы сөздер үшін, және істеріңізді де естіп отырмын, істеріңіз де өте жақсы. Сізге тек сәттілік тілеймін. Ал құрметті көрермендер, осы сұхбатты тыңдап отырып, өз пікірлерін жазып отырыңдар. Пікірлер әртүрлі болады. Бізде демократия, плюрализм, бірақ сыпайы түрде, ешқандай балағат сөздер жазбай. Тек факты, тек аргументі, өз ойыңызды соны жеткізіңіз. Ол менің бір кішкентай ғана өтінішім бар. Бәріңізге рахмет. Күніміз сәтті болсын, тек жақсылықта кездесейік. Жеке, сізге рахмет. Келесі кездескенше Асхатқа